Армысыздар ағайын, Ұлы Абайдың сан қырлы рухани әлемі біздің асыл қазынамыз. Осындай қымбат құндылықтарымызды әлсін-әлсін жұртшылыққа насихаттап отырсақ, бұдан еш ұтылмайтынымыз анық. Өйткені Абай мұрасы біз үшін қайта-қайта айналып соғатын мәңгілік мирас, қастерлі қазына. 2025 жылы еліміз қазақ әдебиетінің классигі ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының 180 жылдығын кең көлемде атап өтетіні белгілі. Бұл ретте арқа аймағында Абай мұрасын насихаттау қандай деңгейде деген мезгіл мәселесіне екпін салғанды жөн санады. Зәредей шүбә етпейміз. Абайдың өлген күннен қанша алсасақ, рухани сонша жақындармыз. Халық ағарар, өнер білімге қанар. Сол күндерде Абай құрметі күннен күнге артылар. Бірінші ақынымыз деп қадірлі халқы жиі-жиі зиярат етер. Халықпен Абай арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар. Міржақып Дулатов. Рас, алаш ардақтыларының бірі Міржақып Дулатов айтқанындай, жылдан жылға хакімге деген құрметіміз де артып, Абай танудың да көкжиегі кеңейе бермек. Абай мұрасы әлдеқашан әлемдік құндылықтар қатарына еніп, туындылары әлемнің 160 тіліне аударылып, талай жұрттың игілігіне айналғаны біз үшін мәртебе әрі зор мерей. Ал жалпы адамзатқа соншама байлық қалдырған Абай бейнесін біз қалай ұлықтап жүрміз? Ең бірінші көңілге оралатыны Қарағанды қаласындағы Абай есімімен аталатын танымы терең, тағылымы ерен, көпшілік мәдени рухани орда. Ол Абай атындағы облыстық балалар кітапханасы. Кітапхана 1953 жылы ашылған. Ал 1955 жылдан Дана бабамыздың есімімен аталады. Кітапхананың күнделікті жұмыс барысы сан алуан. Басты бағыт ұлы ойшылдың мұрасын жастарға насихаттау шараларына басымдылық берілген. Абай атындағы балалар кітапханасына 1955 жылы 12 сәуірде Абай есімі берілген. Биыл 70 жыл толып отыр. Әрине, сонымен қатар Абайдың 180 жылдығы. Біздің кітапхана үшін бұл үлкен сондай дата. Мысалы, жыл басында бізде Абайдың осы 180 жылдығын атап өту барысында, жоспарында Абайды оқы, ерінбе деген тақырыпта үлкен көлемді кітап көрмесінің тұсаукесері болған. Тұсаукесерге біздің осы қаладағы Абай оқуларының жеңімпаздары балалар өлеңдерін оқыды. Сонымен қатар Абай танушылар қатысты. Кітапханаға кірген бетте бірден көзге түсетіні мына көлемді сурет. Портрет 1950 жылдары салынған. Авторы Владимир Румянцев. Соғыс кезінде Қарағандыға қоныс аударған. Бәлкім бұл туындысын сол кезде салса керекті. Кітапханамыздың мақтанышының бірі Абай портреті. Бұл портреттің тарихында біз үшін өте сондай ерекше. Өйткені бұл портрет осы кітапхана құрылғалы, осы портрет кітапханада бар. Біздің кітапханамыз 1953 жылы құрылған ғой. Сонда менің ойымша, сол кітапхана құрылғаннан кейін осы кітапханаға Абайдың портретін сыйлайық деген мақсатпен әдейі арнап салынған деп ойлаймыз. Көркем жұмыстың аса бір ынтызарлықпен орындалғанын байқаймыз. Сабырлы, байыпты қалыптағы ұлы дана бейнесі көңілге қонымды, жүрекке жылы. Сонымен қатар оның 4 күйі бар. Абайдың өзінің жаңағы композитор ретіндегі қыры. Міне соның Абайдың сол күйлерін тыңдауға болатын бізде аудио нұсқалар бар. Кітапхананың басты байлығы оның 140 мың дана кітап қоры. Осыншама рухани қазынаның ішінен ұлы ойшылға қатысы бар бірнеше кітап маңызды көрінді бізге. Кітапхана қорымызда Александр Сергеевич Пушкин, орыстың ұлы жазушы ақыны, таңдамалы шығармаларының 1949 жылы Алматыда жарық көргені басылымы бар. Яғни біз Абайды Мұхтар Әуезов арқылы таныдық, Абай жолы арқылы таныдық. Міне сол үшінде біздің кітапханамызда осы Мұхтар Әуезовтың Абай жолының бірнеше данасы сақталған.
Ал екінші жәдігер қазақтың тұңғыш кәсіби мүсіншісі Хакімжан Наурызбаевтың 1954 жылы жазылған қолтаңбасы бар Абай мүсіні. Атақты сәулетшінің 50-ші жылдары Абай мүсінін сомдауға кірісіп, ескерткіш ақынның 115 жылдығына орай 1960 жылы Алматыда орнатылғаны тарихтан мәлім. Ал кітапханадағы шағын бюст алып ескерткіштің алғашқы үлгілерінің бірі болса керек. Облысымыздағы Абай қаласы өндірісі өркендеген серіктес шаһарлардың бірі. Қаланың нақ ортасындағы алаңдағы мына ескерткіш 2020 жылы ұлы ақынның 175 жылдығына арнап ашылды. Қоладан құйылған ескерткіштің биіктігі 10 метр. Ақын толық бойына сай, қолында кітап және қашықтыққа қарап тұр. Бұл Қарағанды облысындағы Абайдың 8-ші ескерткіші. Сондай-ақ ұлттық руханиятымыздың алтын діңгегі ұлы Абай есімімен облысымызда 77 көше және 12 мекеме аталады. Өткеннің жиынтығы, асылдың сынығы, кез келген музейдің басты байлығы. Облысымызда ұлы Абайға қатысты мұраны көздің қарашығындай сақтап отырған тағы бір қастерлі орын Абай қаласындағы Абай Құнанбаев атындағы музей десек еш қателеспейміз. Абай қаласының Абай көшесінде орналасқан Абай музейі 1980 жылы ашылған. 5 экспозициялық залдың негізгі бөлігін Абай мұрасы қамтиды. Музейдегі өте құнды әрі көлемді жәдігерлердің бірі мына тас мүсін. Еңселі ескерткіштің авторы Юрий Гумель. Жалпы музейде 4542-ге тарта жәдігер сақталған. Кезінде заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы әлемнің 116 тіліне аударылғаны бәрімізге белгілі. Ал роман эпопеяның 17 тілде шыққан 17 кітабы көздің қарашығындай сақтаулы тұр. Абай Құнанбаев әдеби мемориалды музейінің экспонаттарының ішінде құнды болып есептелінетіні Мұхтар Әуезовтың Абай жолы эпопеясының 17 тілге аударылған жинақтары. Музейдің бірнеше залы жергілікті өлкетану бағытын қамтиды, ал басты мазмұн әрине Абай мұрасы. Абай Құнанбаевтың шығармашылығымен өміріне байланысты іс-шаралар бізде күнделікті үнемі өткізіліп тұрады. Ал биылғы Абайдың 180 жылдығына орай бізде біршама іс-шаралар жоспарланды. Соның ішінде атап өтетіні Абай мұрасы халық қазынасы атты көрме, сонымен қатар әнді сүйсен менше сүй атты музыкалық әдеби кеш болады тамыз айында. Атақты сәулетшінің жұмысымен қатар басқа да сәулетші суретшілердің Абай образын әртүрлі жанрда бейнелеген еңбектерін музей төрінен көресіз. Сөз жоқ, бұл шағын ғана қалалық музей үшін баға жетпес байлық, мәңгілік мирас. Ал Қарағандыдағы бейнелеу өнері музейінде де жергілікті суретшілердің ұлы ойшыл әлеміне арналған бірнеше туындылары сақтаулы. Сөз жоқ, бүгінгі өскелең ұрпақты Абайдың сан қырынан бейнелеуі, әртүрлі ортадағы кескін келбеті өзінің терең болмысымен тарта түсетіні анық. Әр жылдары, әр кезеңде қарағандылық суретшілердің ұлы ақын бейнесін қылғаламына арқау еткен еңбектері музейдің баға жетпес байлығы, ақын әлемінің әсерлі жиынтығы. Біз бүгінгі күнде осы қарағандылық суретшілердің Абай бейнесін бейнелеген туындыларына тоқталмақпыз. Оның ішінде Осипенко Андрей Ивановичтің триптих. Триптих жұмысында суретші бұнда Абай ақын, Абай ойшыл, Абай ағартушы деп Абайды үш бейнеде бейнелейді. Мына жерде Абай ағартушы деп аталатын жұмысында біз көріп тұрмыз Абайды халықтың, елдің ортасында. Абайдың әр шығармасы бүгінгі күнге дейін маңызын жоймағандығын, оның әлеуметтік қоғамда қандай да бір өзіндік орын алғандығын көруге болады. Келесі туынды бұл қарағандылық суретші Вениамин Вячеславович Шамшиннің Абай сөзі деп аталатын туындысы. Бұнда суретшінің мақсаты не? Абайды тек қазақ қана емес, Абайды бүкіл ел, ұлтына, дініне, нәсіліне қарамай, бүкіл халыққа Абай насихат айтып кетті. Абайдың әр сөзі, әр туындысы, ол әр халыққа бүгінгі күнге дейін өмірінде, ұстаным өміріндегі деп айтуға болады. Ал мына туынды қарағандылық суретші Кеңесбаев Төлеуғали Алмазұлының линогравюра техникасында орындалған туындысы. Осы екі ақ түс арқылы Абайдың ішкі жан дүниесін беруге тырысқандығын көріп тұрмыз. Бұл туынды қарағандылық суретші Виктор Антонович Арендттің Абайдың портреті деп аталатын туындысы. Бұнда біз Абайды Шыңғыстаудың етегіндегі тауда қолында кітабын ұстап, иығына шапанын жамылып отырған
бейнесін бейнелеген. Абайды тағы да философ ретінде, ағартушы, композитор, абайды халық адамы ретінде, халық ақыны ретінде бейнелегенін көріп тұрмыз. Музей қорындағы картиналардың барлығы да уақыт көшімен көркем өнер сынынан сарапталып шыққан туындылар. Оларда алуан түрлі бояу басым, образдардың жиынтығы молынан қамтылған. Ал Қарағандыдағы Абай ескерткіші 2008 жылы ашылған. Биіктігі 5 метр болатын ескерткішті сәулетші Мақаш Әлиақбаровтың жетекшілігімен мүсінші Ерлан Шахиев бір жыл ішінде дайындап шығарды. Бүгінде қазақтың бір туар данасының мүсіні ұлы ақын рухына тағзым ететін орын. Қарағандының Тәттімбет атындағы өнер колледжі жастарды ұлттық өнер мен мәдениетке баулудың ту тіккен жері. Жасыратыны жоқ, Абай әндері де қазақтың басқа да ән күйлері сияқты ауыздан ауызға, заманнан заманға ауыса отырып бізге жеткені белгілі. Бүгінде осынау інжу маржандарымызды өскелең ұрпаққа кеңінен әрі жоғары кәсіпқойлық деңгейде оқытуда Тәттімбет өнер колледжінің атқарып отырған жүгі салмақты. Білім ордасында ұлы Абаймен қатар белгілі қазақ композиторларының шығармаларын талдап, сараптап, оқушыларға үйрету жолға қойылған. Бүгінгі енді сабақта бізде бұл қосымша сабақ болып саналады. Қосымша аспап сабағы. Оқушым Асылмұрат Гүлнұр, 3-ші курс студенті. Негізгі аспабы прима қобызда оқиды. Қосымша аспап ретінде бізге қыл-қобызға келеді. Бүгінгі сабақта талдап отырған күйіміз бұл ықылас күнге кер толғау. Квинта бұрауында бастапқыға қыл-қобызға үйренгенге дейінгі күй болып саналады. Содан осы күйді талдап отырмыз. Өнер колледжінде осыдан 30 жыл бұрын атақты әнші Мейірхан Адамбековтың ұсынысымен ашылған халық аспаптар бөлімінің ұлттық ән өнерін насихаттаудағы қолтаңбасы айшықты. Біздің саламыз кәдімгі қазақтың өзінің ұлттық классикалық ән өнер. Енді қазір дәстүрлі ән деп жүр ғой, дәстүрлі әннен гөрі ұлттық классикалық ән өнері десе сол келетін сияқты. Осы бөлімнің басын бастап ашқан екеуміз бірге бастап едік. Қазақтың белгілі әншісі, аяулы әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, өкінішке орай бүгін ортамызда жоқ, Мейірхан Сайдул Адамбеков. Сол Адамбековтың атына осы 30 жылдыққа байланысты арнайы класс аштық. Осы бөлімнің ұстазы белгілі әнші Жақсыкелді Кемалов өз шәкірттеріне Абай әндерін үйретуден жалыққан емес. Қазақтың халық әндері міндетті түрде, халық композиторлар әндері, Шыңғыс айтатын жаңа Сыдықтың Абайдың сөзіне жазылған әндер үлкен классикалық ән мысалы. Осындай әндерге жаңағы барамыз, үйретеміз. Әрине балалардың қабілетіне байланысты. Абай әндерінің өзгешелігі мелодиялық ырғақтық жақтарындағы жаңалықтарында. Ал белгілі композитор Сыдық Мұхамеджанов Абайдың сөзіне жазылған өзгеге көңілім тоярсың әнінде Абай өлеңдерінің даналық философиясын ойлы да терең әуендерімен жеткізе білген. Осынау кең тынысты әнді колледждің тар бөлмесінен гөрі телеарнаның ауқымды павильонында еркін асқақтатсын деген ниетпен өнер колледжінің оқытушысы әнші Шыңғыс Сәрсенбаевты студияға шақырған едік. Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың, оны айтқанда толғанып, іштегі дерттай жоярсың. Сайрада зарлай қызыл тел, қара көңілім оянсын, жыласын, көзден жас ақсын, омырауым боялсын.
Абай таудай тұлға, Абай сегіз қырлы, бір сырлы суреткер. Бүгінгі толқын ұлтымыздың бас ақынын терең түсініп, мұрасын дұрыс қолданатын болса, өмірдегі оның пайдасы ұлан ғайыр. Абай хәкім болғандықтан оның еңбектерінде бүкіл өмір туралы білімнің бәрі бар дейді. Ұлы ақынның рухани мұрасына адалдық тұрғысынан тоқтала келе Ибн Букетов атындағы Қарағанды зерттеу университетінің оқытушысы, филология ғылымдарының докторы профессор Берік Рахымов мырза. Беке, қош келіпсіз. Бүгінгі таңда ол Абай мұрасын насихаттауда, ұлықтауда бүгінгі атқарып жатқан жұмыстарымыз өз деңгейінде деп айта аласыз ба? Енді Абайға қатысты жеткен жетістіктер де бар, кемшіліктер де бар. Оны мойындау керек. Мынау еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Абай мұрасына қарау былайша айтқанда кеңейді. Абайдың бұрынғы кетеуі кетіп жетпей тұрған басты абайтанудың басы кімнен басталады дейтін сұрақ ол кеңес дәуірінде жабулы тұратын. Оның бәрін біз тек қана әуезов арқылы біліп, әуезов арқылы түсіндік. Бүкіл саналы ғұмырын абайтануға арнаған әуезов арқылы түсіндік. Ал қалай тәуелсіздігіміз келді, біздің айтулы тұлғаларымыз қалай ақталды, солай абайтанудың басы кімнен басталды дейтін әңгіме анықтала басталды. Бұның басында алаш қайраткерлері тұр екен. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, мынау Мағжан Жұмабаевқа дейін тұр екен. Міне Абай тек қана кеңес дәуірі кезеңінде Абайдың ұлы ақындығы ғана дәріптелді, ерекшеленді. Ал кеңес дәуірінен кейін енді басқа біреулер енді маған ренжуі мүмкін, бірақ бұл айтылмаған мәселе. Абайдың қақымдығы деген мүлде айтылмады, шыны керек. Ал ол Абайды біз енді қақым ретінде түсіндік, біз таптық дейтін кейбіреулердің айтуы мүмкін. Бірақ оны кезеңінде Мағжан Жұмабаев айтқан. Қақым аға деп кәдімгі Абайға арнаған өлеңі бар ғой. Мінекей содан басталды. Міне осыдан кейін абайтану былайша айтқанда әуезовтің өзі кезеңінде Абайды үш үлкен қайнар көзін анықтады. Ол енді алғашқы рухани қазынасы Абайдың өскен ортасы, екінші Абайдың шығысы, үшінші батысы. Бұның барлығы сол алғашқы алаш қайраткерлерінен басталған. Осылардың айталмаған, жеткізе алмаған Абайды үлкен пір тұтқан әрекетінің барлығын мүмкіндігінше Әуезов айтты. Ал осының басы Әлихан Бөкейхановтардан, Ахмет Байтұрсыновтан басылатын біз мүлде айта алмай келдік. Айтуға мүмкіндік болмады оларды. Өйткені бұлардың бәрі ақталмаған шын мәнінде. Мінекей сондықтан еліміз тәуелсіздігінің келуі абайтану мәселесін толықтырды деп айтуымызға болады. Міне осыдан бастап Абайды мектепте оқыту мәселесі дейтін мәселе көтеріле бастады. Мектепте қалай оқытамыз? Әлі күнге шейін бұл мәселе күн тәртібінен түскен жоқ. Сонымен қатар мына мектепте кезінде мына министерствоның кәдімгідей оқу білім министр саласынан арнайы кәдімгідей бұйрық шықты. Сол 133 бұйрықтың қосымшасы ретінде абайтану мәселесін мектепте оқыту дейтін мәселе көзделді. Бұрын университетке ғана қойып қоятын, сосын мектепте Абайдың өлеңдерін бастауыш класстарда жаттататын, өзіңіз білесіз, бәріміз жаттап өттік. Ал жоғары сыныпқа келген кезде абайтануды сол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясына қойып қоятынды, осымен Абай бітті деп қарайтын. Ал шын мәнінде Әуезов кезеңінде абайтанудан лекция оқыды. Абайтану негізін қалады, оның бағдарламасын бәрін жасады. Бірақ кеңес дәуірі осының біразын жаңағындай қысымға келіп қойып қойған жағдайы болды. Қазір кезеңде мынадай мәселе көтеріледі. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері мына мәселе күнде айтылып келеді, күнде күн тәртібінен түспей келе жатқан мәселе. Бұл ұлттық идея деген бар ма жоқ па дейді. Ұлттық идея дайын тұр, мына Абай ұлттық идея. Шынын айтайын мен сізге. Өйткені Абайда еңбек те бар, білім де бар, оқу білім де бар, ақыл, парасат та бар. Сосын Абайдың толық адам дейтін ілімін жан-жақты оқуымыз керек біз. Толық адам идеясымен Абай мәңгіліктер қатарында тұр. Шыны мәніне келген кезеңімізде. Оларды қандай идеология керек біздің қоғамға? Міне осы идеологияны қазір осыны пайдалануымыз керек. Неге алаш қайраткерлері Абайды пір тұтып, Абайды идеологиясына айналдырды? Біздің негізіміз Абай деді олар айтты. Ал олар Абайды неге пір тұтты? Абайды негізгі өздерінің ұстанымы қылып алды. Міне осы мәселеге біз көп жылдар бойы, көп уақыттар бойы қарамай келдік, шыны керек. Абайдың өзі айтқан кезеңінде сен ең бірінші Алланы таны. Алланы танысаң сен тұлғаны тануға дәрежең, мүмкіндігің жетеді деген сөз ғой. Ал қазіргі әлем
абайды тану, адамды тану дейтін ұғымға алып келді бізді. Абай айтады, толық адам болу үшін адамға не керек дейді. Өзі кәдімгідей түсіндіреді кәдімгідей. Айтады, ол үшін нұрлы ақыл керек. Ол үшін жылы жүрек керек, ыстық қайрат керек. 2-ақ томдық мұра абайдан қалған. Бірақ соны біз әлі күнге шейін толық түсініп бітіп, анықтап, түптегіне жетіп, түсініп алдық деп айта алмаймыз. Бір кезеңде абайдың қойған поэзия талабына, абайдың шығармашылық ақындық талабына жауап беріп жатқан ақындарымыз бар дегенді айтқан мен. Соған байланысты абайдан да қазір біздің поэзияны асырып жіберіпті деп, мына кісі сөйтіп сөйлеп отыр деп мені қағытқанда да болам. Бірақ абайдың биіктігіне де, абай тек қана поэзияда емес, абайдың данышпандығында биіктік. Көрдіңіз бе? Абайдың философтығында, абайдың жаңағы аудармашылығы бар, абайдың осы данышпандығы бар. Осының бәрі абайдың шешендігі дегенде біз әлі толық анықтап біткен жоқпыз. Ұрпақ бар болса, зерделі азаматтар бар, оны айтатындар бар ғой. Бірақ дегенмен бізге абай ұлттың идеологиясы, ұлттың барометрі болу керек. Міне абай осымен құнды болып шығады. Біз сонда абайды таныдық деп айта аламыз. Беке, шағын сұхбатыңызға рахмет. Заманлар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың абайға көңілі еш өзгермейтіні анық. Керісінше, уақыт өткен сайын оның ұлылығының жаңа қырларын ашып, ерекше сырларына қаныға түседі. Бүгінгі телехабарға арқау болған тақырыптар соның айқын айғағы. Көріскенше күн жақсы болсын ағайын.